Мен Асхат Бақытбекұлы Саудабаев 1980 жылы дүниеге келгенмін. 2001 жылы университеттің заң факультетін аяқтағаннан кейін прокуратура органына жұмысқа кірдім. 9 сыныптан бері арманым судья болу себептен 2004 жылы сот органына қағаз тігуші болып кіріп, одан кейін маман болып, бас маман болып, Атырау облыстық сотында қызмет атқардым. Сосын арманым орындалып, 2008 жылы Атырау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына судья болып қызметіне тағайындалдым. Еңбек өтілім осы мамыр айында 16 жыл болып келеді. Одан кейін әкімшілік соттан кейін Жылой аудандық сотына төраға болып өстім 2015 жылы, 2017 жылдар аралықтарында. 2017 жылы осы Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына судья лауазымына жарлықпен тағайындалып ауысып келдім. 2022 жылдан бастап шілде айынан осы Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында төрағалық қызмет атқарып келемін. Атырау облысының мамандандырылған экономикалық соты 2002 жылы елбасымыздың жарлығымен құрылған болатын. 22 жылы соттың қызмет атқарып келе жатқанына 20 жыл толды. Оны бөлек атап өттік. Енді қазіргі жағдайда Атырау облысының экономикалық сотында 5 төрағаны қосқанда 5 судья жұмыс атқарады, қызмет атқарады. Бесеудің қазір жалпы жағдайда 4 судья болып жұмыс атқарудамыз. Бұл атқарып атқан судьялардың басым көпшілігі, яғни өзімнен бастап алсақ, және 2 судья Сұлтанғалиева Алмагүл Екібаевна, Оксана Шахимардановна, олар барлықтарымыз осы облыстық соттың түлектеріміз. Облыстық сотта бірге маман болып жасағанбыз Атырау облыстық сотында. Содан осы армандарымыз орындалып, барлықтарымыз осы судья қызметіне орналасып, осы Атырау облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының қабырғасында судья қызметінде бірге қызмет атқарып келе жатырмыз. Және де тағы бір судьямыз бар, ол Арайлы Рысқалиевна Балмұханова. Ол кісі Жылой аудандық сотында қызмет атқарған кезінде сол жерге судья болып тағайындалған. Қазіргі кезде 1 жылдан астам уақыт ішінде судья қызметін осы экономикалық сотта атқарып жатыр. Ұжымымызда 6 судьядан басқа 1 әкімші басшысы және 14 маман жұмыс жасайды. Ол 14 маманның 6-ы хатшы қызметінде, 8-і кеңсе мамандары. Судьялыққа тапсыру қазіргі жағдайда жаңа өзгерістермен 30 жасқа толған заңгер мамандығын бітірген, 30 жасқа толған 5 жыл мемлекеттік қызметте еңбек өтілі бар мемлекеттік қызметші орналасылады. Сонымен қатар қазіргі кезде жоғары сот жанындағы академия түлектері жұмысқа орналасады бізге. Енді бүгінгі еңбек, ертеңгі болашақ дегендей, бүгінгі қазір артымыздан өсіп келе жатқан жас мамандарға, ұжым саласындағы мамандарға айтарымыз, өзіміз сияқты маманнан бастап заңгерлік маманның үлкен дәрежесі судьялық қызметке дейін өсуіне біз тілектеспіз.